Ал қыздар, біз нишамызды анықтадық. Енді сол нишамен қалай табыс табамыз жолдарын айтатын боламын. Яғни қандай да бір нишамен айналысатын болсаңыз да, кем дегенде 5-6 табыс көзін көруіңіз керексіз оның. Мен мысалға бұрын мұғалім болып жұмыс жасаған кезде, бұның ешқайсысын білген жоқпын, бір ғана айлыққа жұмыс жасаған болатынмын. Яғни сіздер бұндай қателікті жасамауларыңыз керек. Яғни мысалы, сіздер челленджге келетін кезде қандай да бір сумманы армандап келдіңіздер, иә? Мен осы челлендж арқылы кем дегенде бір 500 мың теңге тапсам екен, 200 мың теңге тапсам екен деген ойларыңыз бар, иә? Енді ол суммаға біз қалай жетеміз, яғни декомпозициясын құрамыз. Декомпозиция дегеніміз не? Яғни үлкен мақсатқа жетудің майда жолдары, иә? Ол, яғни біз күнделікті жасайтын іс-әрекетіміз екен. Мысалға алатын болса, Айжан қарапайым үйде отырған тігінші деп айтайық, иә? Ол кем дегенде 200 мың теңге тапқысы келеді. Оны қалай табады? Мысалы, декомпозициясын құрып берейік оған, иә? Ол кісі көйлек тігеді. Көйлекті 20 мың теңгеге тіксін. Яғни, бір айда 3 қана көйлек тіксін, иә? 3 көйлегіңіз сонда 60 мың теңге болады екен. Одан кейін реставрация жасасын. Реставрациясы мысалға 2000 мен 5000-7000 аралығында болады, иә? Біз оны орташа есеппен алғанда бір 3000 теңге деп есептейік. 3000 теңгеден айына 6 штук реставрация алсын. Сонда 18 мың теңге болады екен, иә? Одан кейін ол кісіде міндетті түрде онлайн форматта өнімі болу керек. Қыздар, сіздер тұрақты табысқа шығатын болсаңыздар, міндетті түрде онлайн сіздердің өнімдеріңіз болу керек. Сіздің қандай да бір лекалаңыз болу керек, немесе мастер-классыңыз болу керек. Егерде бұлар болмаса, сіздер тұрақты табысқа шыға алмайсыздар. Тұрақты табысқа тек қана қол жұмысымен шыққан күннің өзінде сіз келесі айға жұмыс жасауға денсаулығыңыз жарамауы мүмкін. Сол себептен ескерту, міндетті түрде онлайн форматта өнім қосыңыздар. Енді оған біз лекаланы қосайық Айжанға. Лекаланы орта есеппен алғанда 1500 теңге дейге, 1500 теңгеден ол 15 адамға сатсын. Одан кейін мастер-классын орта есеппен алғанда, мысалға арзан сумма, яғни 20 мың теңге деп есептейік. 20 мың мен бір айда 5 адамға сатсын. 5 адамға сатса, бір мастер-классын 100 мың теңге болады екен. Яғни Айжан 50-50 табыс тауып отыр. 50%-ін қол жұмысымен тапса, 50%-ін онлайн табады екен. Сіздер бір мақсатқа, бір суммаға жету үшін барлығын қол жұмысына салмаңыздар, иә? Сол себептен міндетті түрде онлайн форматты қосыңыздар. Одан кейін міндетті түрде мысалға мастер-класс өтетін болсаңыздар, сіздер расходник материалда қосуларыңызға болады. Яғни сізден курс алған қыз материалда ала алатын қылып, жасауға болады. Мен өзім солай жасаймын. Бір клиентке бірнеше продажаны жасай аласыз деген сөз. Сол сияқты енді сіздерге тапсырма. Челленджге келгенде қанша сумма тапқыларыңыз келеді, сол сумманы жазып, астына қолда бар товармен жасай алатын өнімдеріңізді, онлайн мастер-класстарыңыздың тізімін, бағасын жазасыздар. Мен сізге ол жайында астына чек-листте қалдырып кетемін үлгісін, соған қарап жасайсыздар.